Мынау жалпы оқырмандардан биыл мектепті бітірген оқушы балалардың жоғары оқуға түсу мәселесі жайында сұрақтар келіп түсіп жатыр. Кез келген ата-ана баланың қабілетін ескеру керек. Мысалға естиміз кейде саланың маманымын дейді, маманымын. Бірақ қазіргі күнде жүрген саласын қараса, басқа салада жұмыс жасап жүреді. Одан сұрайсың, сен мынандай саланың маманы едің ғой сен, неге мынандай салада өтіп кеттің десең, жаңа жігіттің айтқан жауабы, мен негізінде әуе баста бұл саланы жақсы көрмегем дейді. Мен әкемнің бір ауыз сөзін қимадым. Әкемен оқуға түс деп айтқан соң түсе салдым дейді. 4 жыл университетті бітіреді, дипломын қойып қояды, қайтадан сол баяғы өзінің бала кезінен бастап аңсаған өзінің саласы бар ғой. Балалар соған қайтадан кетеді. Сонда не болды бұл жерде? Кім ұтылды? Бала ұтылды. Уақыттан ұтылды. Кез келген бала шешім қабылдай алмауы да мүмкін. Өмір бойы мүмкін сол әкесінің бір ауыз сөзді қой деп, өзінің жақтырмаған саласында өмір бойы соны айтты. Салпақтап жүре беруі мүмкін да. Адам өзінің жақсы көрмеген саласын дамыта алмайды ешқашан. Оның қиыншылықтарына да шыға алмайды бала. Неге? Өйткені ол жақсы көрмейтін сала ғой. Өйткені оны біреуден сұрамау керек те. Мысалы, мен өзіме қатысты бір қабілетті айтуы мүмкін ол балаға, бірақ ол балаға келмеуі мүмкін ол қабілет. Немесе тағы бір көршісінен сұраса, ол көршісінің де айтып жатқан жаңағы варианттары, ой, мынандай сала жақсы ғой, мынандай сала жақсы ғой. Бірақ баланың бойында ондай қабілет болмауы мүмкін. Сол үшін ең бірінші ата-ана ескеру керек, баланың бойында қандай қабілет бар. Баламен санасу керек. Ертең жоғары оқуға түсетін де бала ғой. И болашақта соны әрмен қарай дамытып, өмір бойы соны өзіне сала қылып, мамандық таңдайын деп жатқан адаммен ақылдасу керек те бұл темада. Әрине кеше ғана, бүгін ғана бола салатын жауап емес. Оның жауабы негізі анау кішкентай кезінен бастап бірге жұмыс істеу керек те баламен. Баланың кішкентай кезінен бастап қай бағытқа қабілеті басым екендігін ол білінеді. Сол үшін бірінші мәселе, жаңа айтып жатқандай, оны әркіммен ақылдаспау керек. Бірінші баланың қабілетін анықтап керек. Бала медицина саласына ыңғайлы ма, жоқ мұғалімдікке ыңғайлы ма, жоқ заң тұрғысынан ба, или бизнес саласында бала ыңғайлы ма. Оны баланың бойында қабілетін анықтау керек. Сол қабілетін анықтағаннан кейін барып, сол саладағы мамандармен ақылдасу керек та одан кейін баланы. Былайша айтқанда айтатын болса, мысалға, жаңа дәрігерлік саланы бала ұнататын болса, мен хирург болғым келеді дейтін болса, әке-шешесі енді бізбен емес, жаңа көршісімен де емес, тағы жақта бір бажасымен де емес. Сол мықты хирургпен кездесу керек ол. И баланы кездестіру керек. Кәдімгі ұйымдастырып, қонаққа шақырып, немесе бір жерге ұйымдастырып, барып, үшеу отырып сөйлесу керек. Жаңа мықты тәжірибесі бар, сол хирургияның маманы неше жылдан бері сол саланы меңгерген жаңағы дәрігермен баланы кездестіру керек. Бала, жаңа айттым ғой, бала сол саланы таңдаған болса, ол бала және көп шабыт алады да жаңа кісі маманнан. Әлі сол салаға түспей тұрып, ол көреді. Оның жаңағыдай қиыншылықтары бар, өзіне жараса бір жеңілдіктерін бәрін бала естіген кезде, бала өзі шешім қабылдайды. Оған сол хирургия бөлімі керек па, жұмысы басқа бөлім оған керек па деген сияқты. Демек, сұрау мәселесіне келетін болса, Алла Тағала Құран кәрімде соны айтқанда, фасалу ахл зикр ин кунтум ла та'ламун. Садақаллахул азим. Алла Тағала Құран кәрімде әрбір саланың маманы бар, сол маманнан сұраңдар дейді. Демек, біз дәрігер емеспіз, біз юрист емес, заңгер емеспіз, біз тарихшы емеспіз. Бала қай саланы таңдап жатыр? Сол саланың маманына бару керек, әке. Баланы жетектеп отырып, сол маманына жолықтыру керек. Соның ауыздан бала тыңдау керек та. Бала әрмен қарай және шабыт алады. Өзінің дұрыс бағыт таңдауын жасағаны бала. Мен сөз жерден басталады ғой, ішіндегі анау энергия дейміз ғой, шабыт дейміз. Баланың кәдімгідей бір шешім қабылдаған сәт осы жерден басталады. Соны ата-ана ретінде оның үшін әрине әке осыны ескеру керек. Ол бірінші мәселе. Екінші мәселе, жаңа баланың қай салаға таңдай алмай жатқанын, білмей жатқан болса, мысалы кейде оқушы балалармен мен кездестім, өйткені бір өңірде кездестік. Сол 11 сыныпты бітіріп жатқан балалар олар. Сол балалар да менен сұрап жатыр да, ұстаздар да соны ұйымдастырған екен. Мына балаларға батаңызды беріңіз және бұларға бағдар беріңіз. Қай салаға түскенін сол туралы айтсаңыз деп, сонда ұйымдастырды бір өңірде өткенде ғана. Мен ол балаларға да осыны айттым. Балаларға айтып жатырмын. Жеке-жеке сұрадым. Сен атың кім пәленше? Қандай мамандық таңдағың келеді десем, білмеймін дейді. Иегін қиым.
Біреу білмеймін дейді, біреу иығын бала. Ол баланың айтайын, жаңағы жай мектеп емес. Дарынды балаларды дайындайтын мектептің әңгімесін айтып жатырмын мен. Дарынды мектептен шығып жатқан балалар білмеймін дейді. Бұл ненің белгісі? Мен ол балаларды ондай сөз айтқан жоқпын, бір айтқым келгені, ата-аналарына айтқым келеді. Бұл баланы ата-ана ұстаздармен арада контакт болу керек. Ұстаз бен ата-ананың арасында өте жақсы қарым-қатынас болу керек та. Ол сұрап отыру керек. Менің балам қай бағытта бала сол жағым, өйткені ми екі жақта, оң жақтағы шар, сол жақтағы шар дамиды ғой. Мысалы, бір балалардың сол жақтағы шары көп дамыған да, бір балалардікі оң жағындағы ми қытыстары дамыған. Оны ұстаз бен ата-ана екеуі бірігу арқылы ғана анықтайды да оны. Баланы қай бағытта дамып келе жатыр. Өйткені ата-ана үйден баланы біледі, ұстаз мектептегі баланың қарым-қатынасын біледі. Екеуі жиналған кезде анықталынады ол. Баланы қай бағыты басын келе жатыр қазір. Ондай болу үшін, жақсы қарым-қатынас болу үшін ата-аналар ұстазды құрметтеу керек. Мен кейде ұстаздармен де кездесем, мектептегі ұстаздармен. Күні осы кеше ғана, жақында ғана бір сапарда болып, сонда ұстаздармен кездесуде болдым. Олардың айтуынша, ұстаздар айтуынша, сол ата-анасы бәлеқор деп 5 қоя саламыз дейді. Прям айтқан сөзі. Ата-анасы бәлеқор дейді. Қояса сол 4 па? 4 қоя саламыз дейді. 5 па? 5 қоя саламыз дейді. Кеме айтып атым осы, бұл қиянат қой деймін де бұл. Не істейсің дейді, ата-анасы бәлеқор дейді. Бәлесі құрсын, солар тыныш болсын, ертірақ бітіріп кетсінші мектептен деп қоя саламыз дейді. Жаңа ұстаздың бір айтқан сөзі бұл. Әрине ол кісіге мен айттым, ол қиянат қолай жасамаңыздар. Баланың хаққысы ма? 3 па? 3-ті қойып беру керек. 2 ма? 2-ні қою керек деп айтып жатырмыз да баланы. Бұл не деген сөз? Демек, жаңа ұстаздың ренжіген бір несін байқадым да мен сөздің арасында. Ұстаздар ата-аналарға разы емес. Яғни балаларының сөзін сөйлеу арқылы, балаларымызды көпшіліктің алдында сондай сөз айттым деп қаншасы бізбен дауластық дейді. Жаңа ұстаз деді, мен ол ата-аналармен әрқайсымен, мысалға, бір сыныпта 30 бала болса, 30 баланың 30 ата-анасымен салғыласуға менде уақытым да жоқ. Оған көңіл күйім де жоқ дейді. Аш құлақтан тыныш құлақ жақсы деп қоя саламыз дейді. Демек, бұл дұрыс емес. Ата-аналар, қазір соны түсінуіміз керек, баланы ата-анасы ұстаздармен жақсы қарым-қатынаста болу керек. Әрдайым бала қанша нәрсені дұрыс емес деп қойса да, ұстаз ескерту берді ме оған, ата-ана ешқашан баланың сөзін сөйлемеу керек. Бәріміз мектеп қабырғасында шықтық, бәріміз де шәкірт болып мектепте, ұстаздарымыз болды. Мектепте жаңағыдай бір бұзықтық жасаған кездеріміз де болды. Бірақ оны үйде ешкімге әке-шешеңе айтпайсың. Өйткені оны әкеңе айтсаң, әкең ешқашан сені қолдамайды. Біздің заманымыз сондай болды. Яғни білем, ұстаздың сөзін сөйлейді де әкем. Сол үшін қалай десе, бәрі жақсы деп қоя салатынбыз. Міне осы принцип, осы ұстамдылық Аллаға шүкір пайдасын берді. Сол ұстазды құрмет қылуды сондай тәрбие берді әке-шешеміз. Сол қазір заманда, қазір ауадай қажет балаларға. Өйткені ұстаз мүмкін бала үйдегі көрсетпеген кейбір әдеттерін мектепте көрсетеді де оны. Оны ұстаз біліп қояды. Сөйтті ұстаз не істейді? Шешім қабылдап баланы тәрбиелеу керек. Дәл сол қисайып тұрған жерін турлағысы келеді де, ол ертең бала үйіне айтып барған кезде әке-шешесі баланың сөзін сөйлеп, ұстаздармен дауласып жатыр. Соның ұстаздар ренжітеді, реніш болғаннан кейін қолын сілтейді. Маған десе, балаң басқа жоқ кетпейді, маған бәрібір дейді. Саған бала керек па? Қойып бере салам дейді. Балаң әдемі деп сөз керек па? Ой, балаң тамаша сенің. Не деген бала мынау? Айту керек па? Айта саламыз. Характеристика керек па? Бере саламыз дейді. Оның артында кім зардап шегеді? Айналып келген кезде жаңағы ата-ана зардап шегеді бірінші, екінші қоғам бәріміз зардап шегеміз. Өйткені баланы қисайып тұрған сол сәтте оны туралауға жаңағы ұстазбен ақылдасып, ата-ана сөзін сөйлемеді. Екінші ата-аналар бар жаңағыдай, ұстаздармен тығыз байланыста болады да, сөйтіп дамытып, бала үлкен сыныпқа жеткен кезде
ұстаз бен ата-ана ақылдасу керек. Міне бала мектеп бітіріп жатыр. Не айтасыз? Мен көзқарасымда балам мынандай бағытты ұнатады негізі түсінгенім. Сіздің көзқарасыңыз қалай? Деп одан да бір ауыз сұрау керек. Өйткені ұстаз ғой. Қазақ айтады. Ұстазы жақсының ұстанымы жақсы дейді. Яғни ол ұстаз бәрібір де шәкіртке бүткіл несін берген да, қанша уақытын, білімін, тәжірибесін, мейірімділігін берді. Ешқандай ұстаз шәкірттің былай қолын сілтей салмайды негізінде. Өзі қарасын деп айтпайды ешқашан. Ұстаз сұраса егер, жаңа арада жақсы қарым-қатынас болса ата-анамен, ұстаз шырылдап тұрып айтады жерде. Өтініш, мына балаңызды мынау мынандай салаға беріңізші. Мысалы, балаңыз тарихты жақсы көреді дейді. Немесе балаңыз әдебиетті жақсы көреді. Немесе балаңыз математика, физикада жақсы оқиды. Сіз мынандай жаңағыда мына бағытқа жіберіңізші деген сияқты ұстаздан міндетті түрде ол нәрсе керекті. Және айтамын, ол сұрақ жаңа неден шықты ғой. Менен сұрап жатыр. Мен оны баланы білмеймін ғой. Баланың жанында мектепте оған сабақ бермеймін. Әке-шешесі ретінде жанында жүрмеймін мен. Мен жаңа айтқандай, мен сыртта менен сұрауға болмайды. Мен сияқты басқа біреуден де сұрауға болмайды. Сұрайтын адамдарды айтып жатырмын да бұл жерде. Яғни сұрауға болады, онымен жұмыс жасап жатқан ата-анасынан, жаңа ұстазынан сұрау керек. Ұстазынан. Егер спорт саласында бала ыңғайлы жатқан болса, балаң кішкентай кезінен бастап спортқа беріп келе жатқан болса, тренерімен жақсы керек. Солдан сұрау керек. Балаң спорттың қай саласын дамытайын енді? Не айтасыз? Күрес па, бокс па деген сияқты да, мысалы. Сол үшін екінші мәселе демек, баланы ұстазды құрмет қылуды үйрету керек. Мектеп қабырғасынан шыққан кезде кез келген шәкірт ұстаздың батасын алып шығу керек. Өйткені олар мына өміріндегі үлкен мектепке қадам қойып жатыр да, жоғары оқу орынға бала кетіп бара жатыр. Мектеп қабырғасынан шықты, міне өмірдің ең үлкен мектебіне енді кіріп жатыр ол. Оған міндетті түрде ұстаздың несі керек? Батасы керек. Ғалымдар айтады, ұстазы ренжіткен шәкірт оңбайды дейді. Оны болашақ бағдарламасы шетелге барып оқысаң оқытай бер. Бала адам болмайды дейді. Неге? Өйткені оның жіберген қатесі бар, өте өрескел қатесі жіберген бала. Қандай қате ол десе, ұстазын ренжіткен. Қандай ұстазы? Мектептегі ұстазды. Мүмкін біреулер үшін жай орта мектептің ұстазы шығар ол. Мүмкін сіз үшін жай бір ұстаз шығар. Бірақ бәрібір де біздің шариғатымыздың ескертетіні Али Радаханху деген сахаба айтады. Маған бір әріп үйреткен ұстазымды қаласа мені құл қылып қызмет қылдырсын деген, қаласа мені азат қылып сатып жіберсін деген ғой. Алидің сөзі. Сол үшін таяқ-таяққа үйретіп мектепте ол көп еңбек еткен ұстаздарды құрмет қылуды үйрету керек ата-ана балаға. Кейін соны жақсылап жаңағыдай батасын алып шығу керек та бала. Бұл екінші мәселе. Енді үшінші ескеретін мәселе, қазір мынау бал жинау деген мәселе бар да. Біздің заманымызда ондай емес еді. Біздің заманымызда кәдімгідей ақтер көктер болып, кәдімгідей кітаппен емтиханға дайындаладыңыз. Бірақ қазір заман талабына сай мамандардың тұжырымы солай болды. Әлемдік тәжірибені ескеріп, сонда бал жинайды. Көріп отыр ғой, балалар бал жинап, өзіне жаңағыдай қанша көп жинаса, соншалықты жоғарғы деңгейде мамандыққа түсе аламын деп сондай бір процестер жүріп жатыр да. Бірақ енді оның қаншалықты пайдалы зиянмен нақты дөп басып айта алмаймын, өйткені ол маман болмағандықтан. Бірақ өзім жеке көзқарасымды айтайын. Ол бал жинау арқылы түрлі халық арасында сөз бар. Шпагалы қолдары бал жинап кетті дейді. Ана біреудің білеміз ғой баласы қалай оқитын дейді. Үшпен әлі оқып жүрген баласы дейді, бәрін керемет бал жинап дейді. Үлкен жоғарғы балмен шығып, керемет болып шықты деп жатады. Жаңағыда беспен мықты оқып жатқан балалар кейде сондай депрессиялық стрессқа түсіп қалады бала. Сөйтіп бал жинай алмай қалады ана жерде. Мысалға да. Енді ол не деген сондай бізге бағынбайды ғой. Кейде бала шынымен көп жаңағыдай ойлана беріп, толғана беріп, мә түсе алмай қалсам, бал жинай алмай қалсам қалай болады, жинай алмай қалсам қалай болады деп бала депрессияға түсіп қалады. Жақсы оқып жүрген баланың өзі жаңағы сұрақтар келген кезде қажетті бал жинай алмай қалады да, кейбір мықты балалар. Жаңағыдай мектепте әрі оқып жүрген балалар жоғары бал жинап кетеді. Сонымен не болады? Балалардың өмірінде осы жердің өзінде жаңағыдай бір дұрыс емес бағыт пайда болады да осы жерде. Сол үшін айтқым келіп жатқаны,
ата-ана балаға жаңағыдай, егер бал жинай алмасаң, сен оқуға түспейсің, бал жинай алмасаң деген қатты сөздер айтпау керек. Балам, уайымдама, басың аман болсын, көр, міне бәйгеге қатысып көр. Әрине ол өзіңнің өмірің, болашағың, тағдырың сен. Әрине жақсы оқуға, қазір заман талап сондай болғандықтан, жақсы бал жинап көр. Жинай алмасаң да, бірақ ол не емес, ол бақытсыз өмір басталды деген сөз емес ол. Балаға сол нәрсені беру керек та ата-ана. Жаңа айтқандай, баламен жұмыс жасау керек, кішкентай балалар ғой. Жаңағыда егер бал жинай алмасам, мысалға өкінішке орай, біз әлемде сол өзіне қол жұмсау суицидтің ішінде 10-қа кіріп кеттік қазір. Оның ішінде балалар көп. Жас балалар өзіне қол жұмсап қойып жатыр. Оның ішінде осы сәтте бар да. Былайша айтқанда бітті, мен енді ешкім емеспін. Балым жинай алмадым. Енді өзімнің жақсы көретін оқуыма түсе алмаймын. Ата-анамның маған сенімін ақтай алмадым. Деп бала кәдімгідей көңіл күйі түсіп кетті. Сондай шешім қабылдап қол жұмсай қуатқан жағдайларда болды. Ондай мәселе бізге көтерілді. Сол болған жағдай болғанда айтып жатыр бұл мәселені. Ата-ана ретінде соны ескеру керек. Балаға жақсылап жұмыс жасау керек. Бірінші айтқандай, кішкентай кезден бастап ақылдасып, кеңесіп, досындай сырласқан болу керек те. Жаңағыдай бал жинай алмағанның өзінде балаға күш беру керек әке. Дәл осы сәтте беру керек оған. Сен түк істемепсің ғой деп ұрыспау керек баланы, боқтамау керек. Балам уайымдама. Міне сен молодессің, сен ақылдысың, сен шаман келгенше көрдің. Ол бал деген ол башқарда ол нәтиже емес ол. Ол нәтиже емес. Балам сен өзің сенімсің ба? Сенімсің. Уайымдама балам. Деп ол баланы айтқым келіп тұрғаны жаңағыдай. Біріншісі жаңағы тармағында айттық қой. Өзінің жақсы көретін саласына түсу керек баланы. Вот ақыл болса да, әке оны ескеру керек та. Именно осы жерде балаға поддержка керек әкеден. Абай атамыз айтады ғой, баланың адам болуын, ақылды болуын қаласың, балаңнан ақшаңды аяма дейді. Мысалы біз дүние, ақша не үшін десе, негізгі капитал балалар ғой ол. Ақша емес, капитал балалар негізінде. Ғалымдардың айтуынша, мамандардың, негізгі капитал ол балаларымыз біздің. Өткен ертең білегімізден күш кетіп, белден қуат кетіп, Алла өмір берсін ғой баршамызға. Сондай жасқа жетіп жатсақ, зейнет жасына. Өмір бойы сенің салған капиталың балаларының жемісі сол кезде басталу керек екен. Процесс. Балалар жетіліп сол кезде дайын болып тұрады. Әрмен қарай енді қазақ айтады, өмірінің бейнеті бар, өмірінің зейнеті бар дейді. Сол зейнетті көретін шақ сен балалардан ғана көресің, ақшадан емес. Сол баланы жаңа айтылғандай, кішкене оған күш беріп, балам уайымдама, міне, сен кереметсің, сен молодессің, мен саған сенем деп баланы жаңа ақылы, Платон деп жатыр ғой, ақылы болса да, сол баланың жақсы көрген, таңдаған саласына жіберу керек. Бірақ ол 4 жыл бойы ақылы оқиды деген сөз шыққан жоқ ол жерде. Мысалы, оқу бағдарламаларында айтайын, қай университеттерге айтпай ақ қой. Жалпы мен түсінген, жалпы университеттерде сондай бағдарлама нелер бар, бөлімдер бар. Мысалға, бірінші семестр, екінші семестр деген нәрсе бар ғой. Қысқа дейінгі, қыстан кейінгі екінші семестр. Сол қысқа дейінгі бірінші семестрде жаңағы грантпен оқыған балалар, грантпен. Ол сол жерде көрінеді. Оның қалай келгені сол жерге. Сондай талай шәкірттер таним. Осы сөздерді соларға айтқан едім уақытысында. Ақылы болса да олар түсті, өйткені бал жинай алмай қалған. Бірақ жақсы оқыған балалар мектепті. Уайымдама дедім, сен грантқа түсе алмасың, ақылы болса да түсе бер. Иншалла сен бірінші семестрде сен дәлелде өзің шын білімді екендігіңді, сенде білім базасыз бар екендігін көрінеді сол жерде, көресің дедім. Шынымен солай болды, Аллаға шүкір. Екінші семестрде 10 ауысып кетті. Ана грантпен түскен балалар бар ғой жаңағы, бит-бит барған грант, жаңағы бал жинап берген балалар, олар тартылмады. Олар шынымен жаңағыдай додаға түсіп балалар шапқан кезде, ертең ана жоғары оқуда жаңағыдай емтихандардың бәрі барған кезде көрінді. Ол балалар екіншіден олар, мен грантта оқып жатырмын деп, басқанда анау кішкене босаңсыраған кезеңдерде болған баланың психологиясында, ал анау жаңағы жігіт, жаңағы шәкірттер өзін қамшылады. Мен ақылы түстім, енді әкемнің төлеген ақшасын
ақтауым керекпін, бұлай жүруге болмайды маған. Мен ақтауым керекпін деп балалар қаққысын беріп, жаңағыдай кітапханаға барып, берген тапсырманың бәрін оқып, жазып, сызып, жаттап, бұлар 2 семестр өткен кезде сол деканат, жаңағы оқу орнында, орнын ауыстырды бұлардың. Сондай бағдарламалар бар да университеттерде. Яғни, өздері қарап отырады олар рейтингті. Бірінші семестрде жаңа грантпен оқып келе жатқан болса да, бірақ солардың рейтингінен төмен түсіп кетіп жатса, мынау ақылы оқып жатқан шәкірттердің орнын ауыстырады олар. Гранттағы былайша айтқанда ақылға түсіп кетеді, ал ақылы төлеп келе жатқан балалар грантқа түсті. Міне солай грантпен бітірген біраз шәкірттер танимын да. Сол үшін осы нәрсені әкелер айту керек балаларға. Балам, бұнымен мәселе біткен жоқ әлі. Сен ақылға түсіп жатсаң да, сен дәлелде өзің. Шын мектепте жақсы оқығаныңды сен дәлелде не деп осында кішкене балаға шабыт беру керек та. Сол кезде бала не болады? Бала әрмен қарай әкеден күш алады. Өйткені баланың қатты жәутеңдеп қарап тұрғаны ол әке-шешесі. Әкем көңілге қалай? Мен осы жинағаныма қалай олар маған мәміледе болып жатыр депті. Сол әке-шешесі, бала молодецсің сен. Ой, сен жақсысың. Сен сол қатысуың өзі мен сенімен мақтанамын деп кішкене балаға шабыт берсе, бала әрмен қарай көсіліп шабайын деп тұр да бала. Яғни балаға сену керек. Балаға шанс беру керек. Бала сол кезде сол әкесінің сенімін ақтайтын өмірді енді бастап жатыр ғой. Ал мектеп деген ол өмірдің бірінші табалдырығы ғой. Бірінші табалдырығы ол. Онымен ешнәрсе бітіп қалған жоқ қой. Енді басталып жатқан сәт ол. Мектеп бітіру деген сөз. Одан төртінші мәселе бұл бала жаңағы өмір жаңағы жоғары оқуға түсіп жатқан бала, жаңа айттық. Демек баламен санасты әке-шешесі өзінің саласына түсірді. Былайша айтқан кезде қазақ айтады: баланы аясаң аяма дейді. Баланы. Тоқтар Әубәкіров ағамыздың бірақ айтқан сұхбатын естіген едім. Сол кісі айтқан, мынау баяғыда ұшқыш болғысы келген ғой бала кезінен. Соны Талғат Бегенов ағамыздан сұраған екен да уақытысында. Сен сол жоғары деңгейде ұшқышын іздесіз, маған кішкене қолдаңыз, көмектесіңіз, мен ұшқыш сол академияға түскім келеді деп айтқан бір сөзі бар. Айтқан ғой. Өз сұхбатында айтқан сөзі осы сөз. Сөз жаңа Талғат ағамыз, Алла рахметін алсын, айтқан екен жаңа Талғат атамыз. Мен саған қазір көмектесу қиын емес деп айтқан да ол кісі. Қазір бір ауыз сөз, бір звонок дейміз ғой. Бір звонокпен қазір сен сол академияға түсіріп ұшқыштарға қиын емес деген. Бірақ ол атамыз айтқанда, сен осы салаға егер өзің таңдаған болсаң, өз күшіңмен кіріс. Өйткені сен өмірді енді бастап жатсың. Қазір сен мен сияқтыларға сеніп қалсаң, өмірде сен сөйтіп сеніп қала бересің барлық нәрсеге. Ертең сол сенің қалған нәрсең болмай қалған кезде сен сынып қаласың деп айтқан да ол кісі. Сол үшін ешкімге сенбе. Сен өзіңе сен. Сен әрекет жаса. Деп сол сөзі өмір бойы маған шабыт берді деп айтқан сөз бар да жаңағы. Тоқтар Әубәкіров ағамыздың. Сонымен өз күшімен әрекет қылып, жаңағы ұшқыштар академиясына түсіп, әрекет қылып, ешқандай таныс тамырсыз, баяғы кеңес дәуірінде қиын ғой ол замандарда қазақтың ішінен жаңағыдай ұшқыштарды шығару деген ол өте үлкен нені талап етеді. Мысалға да, қазір тәуелсіз мемлекетпіз. Қазір соның ата-ана сондай әке әсіресе балаға сондай шабыт беру керек. Балам, дұрыс. Менде таныс тамыр бар, білесің, басқа бар. Бірақ сен маған сенуші болма. Сен өзің салаң таңдадың ғой, сен осымен енді сен әрекет қыл. Сен өзің кіріс. Мен тек қана қолдап отырам сені, батамды беріп отырам. Тілеушімін сен деп әке сондай бағытқа баланы ашып тастау керек та алдын. Бала білу керек, ертең әкеден ешқандай звонок біреу арқылы шешу деген тема болмайтынын бала білу керек. Не болса да бала өз көретіндігін білу керек та. Балам, міне, енді Алла алдынан жарылқасын, міне осы салаға енді кет. Деген сияқты да. Енді ол жаңағыдай бала мысалы кейде естіп жатамыз, бір саланы игере алмай жатады дейді. Неге оны әке баланы жіберу керек? Сен араласа берме енді. Енді баланы саланы өзі таңдады ма, енді жібер бала. Енді бала өз арғырмен қарай, өз кірсін, ашсын көрсін, тұшсын көрсін, қиыншылығын сезінсін. Бәрінен өту керек, ондай бала этаптан өту керек. Сол кезде бала сол саланы жақсы меңгереді да. Егер жаңағыдай
әр қиыншылыққа әке оны звонокпен шеше берсе, әр қиыншылықта балаға көмектесе берсе, бала сезінбейді оны. Сөйтіп 4 жыл бала өтіп кетеді, университеттің уақыты да бітеді. Сөйтті бала ол салада жұмыс істей алмайды. Неге? Өйткені дәл сол салада бітіріп келген маяқта бірнеше мамандар тұр да дайын. А ол жұмыс саласында басшы ретінде, мысалы кез келген басшы жұмысқа алатын кезде адамдарды қарайды. Адамдарды қарайды. Басшы ең бірінші адамды жұмысқа алатын кезде оның мамандығынан бұрын ең бірінші оның адамгершілігіне қарайды. Адамгершілік. Көрдіңіз ба? Міне адамгершілік деп жатқанымыз сол. Баланы өз күшімен былай сіз біздесіп адамдармен тіл табысып келе жатқан бала ол нағыз адамгершілігі мол жігіт те ол. Жаңа әкесінің, көкесі, тәкесі, жәкесінің таныс тамырымен бүйтіп келе жатқан бала ол адамгершілігі төмен бала ол. Өйткені ол адамгершілікті түсінбейді ол бала. Адамгершілікті бала қашан сезінеді? Өз қиыншылықпен өзі жаңағыдай әрекет жасап, бір жерге барып қиыншылыққа түсіп қалған кезде, соның мамандармен кеңесіп, ағаларымыз көмектескен кезде ол адамгершілікті түсінеді ол бала. Яғни ағамызға рахмет дейді. Өмір бойы мен оған қарызбын дейді. Мен сонда қиналып тұрған кезде сол ағамы барып содан кеңес алған кезде ол маған көмектесті дейді. Деп баланың бойына адамгершілік не нәрсе екенін түсінеді де бала. Сөйтіп ол бала саланы бітіреді, жұмысқа салаға түскен кезде жаңа басшылар ең бірінші адамның адамгершілігіне қарайды. Адамгершілік. Ол мың жерден профессионал болуы мүмкін сол саланы меңгерген. Бірақ ол эгоист болса, тек қана өзінің жеке басы, жеке өзінің қараған басы. Онда ол жұмысқа алынбайды ол бала. Дұрыс, мықты игерген, бірінші тіл біледі, компьютердің жаңағыдай Windows нәрсесін бәрін игеріп алған, бірақ адамгершілігі төмен болса, ондай адамдар басшылар жұмысқа алынбайды да. Неге? Өйткені ең бірінші адам құнды есептелінеді бойындағы адамгершілігі. Адамгершілік деген не ол? Адамгершілік деген шыққан кезде аманат сезіну ғой. Аманат. Демек, жаңағы студенттік кезеңден бастап бала сол сезінді ғой. Аманатты сезінді. Білім маған аманат. Қазіргі жүріп жатқан уақытым аманат. Әкемнің беріп жатқан, жеп жатқан ақшасы аманат. Мен уақыт-уақытымен үнемдеуім керекпін. Ұстаздардың беріп жатқан білімі аманат маған деп, сол аманатты сезінген бала ертең өмір бойы соны қағиданы ұстанады да. А ертең ол жұмысқа орналасқан кезде де сол мекемені ол ұятқа қалдырмайды ол. Өйткені аманат сезінетін бала ол. Жұмыс, дүние, ақша, карьера, мансап бәрі өзгереді. Адам тек қана сен өз мақсатыңа еңбекпен, адамгершілікпен шығуды ғана ойлау керек та балалар. Міне сол кезде ол бала жаңа айтқанда әкенің сенімін ақтаған бала болып шығады сол кезде. Және ол баланы айтқанда ата-ананың өмірінің жалғасы ол. Өйткені ата-ана ол өмір бойы жұмыс істей бермейді. Жаңа айтқанда балаларының зейнетін көргісі келеді. Енді бірақ мысалы мен аяқтайын осы саланы, жаңа тақырыбымызды. Мен жүрген жерімді айтып жүремін, өткенде бір кісілермен кездесіп, осы балалар жайында әңгіме болып кетті да. Сөйтіп жаңа айтып жатырмын. Балаңызды мына мектепте жақсы оқиды екен, жақсы екен. Балаңызды мына имандылық дәріске де беріп қойыңыз. Аптасында күніге деп айтпай қойын, аптасында 2 мәрте болса да өзіңізге жақын жердегі мешітте ұстазбен барып жолығып, имаммен араңызда байланыс болсын. Сіз баланы ұстазға жіберген кезде звондаңыз. Балам кетті емекесіге. Ұстаздан шыққан кезде имам сізге звондасын. Бала сізден менен кетті, сізге қабылдап алыңыз деген сияқты. Бала ортада жүру керек деймін. Имандылық деген нәрсе бұл жаңа айтқан адамгершілік өмірдегі қағиданың ең негізгі фундаменті дейміз ғой. Ең негізі осы нәрсе. Жаңа кісіден сұрап балаңызды беріңіз десем, жаңағы ағамыздың айтқан жауабы маған, Қабеке бәрі орынды дұрыс қой, бірақ баланың уақыты жоқ дейді. Мен сұрап жатырмын, балаңыз уақыт жоқ дейтіндей не істеп жатыр балаң деймін ғой. Таңертең мектепке барады дейді, одан келгеннен кейін дейді қосымшаға барады, одан келгеннен кейін жаңағы дзюдоға барады дейді, спортқа, одан келгеннен кейін бассейнге барады, одан келгеннен кейін шахматқа барады. Ол үшін баланың уақытын сөйтіп тастаған ғой. Кейін айтып жатырмын жаңағы кісіге, жақсы деймін, дұрыс, балаға шахмат керек, миын дамытсын, бассейн керек, дұрыс, спорт керек, бәрі жақсы деймін. Бірақ баланың ең негізгі нәрсені бермей жатыр екенсіз дедім де балаға. Қалай ол дейді? Ол былай мысалға қазанға, мысалға тамақ істейтін үлкен қазанға сірне деген тамақ бар ғой деймін. Мысалы қуырдақ дейді, сірне дейді бір жерде. Жаңағыдай жаңа қойдың свеж етін салдыңыз, сарымсақ бәрін әдемі жасадыңыз да, бәрі әдемі болды деймін. Бірақ тұз салмадыңыз деймін да, тұз жоқ ананың ішінде. Жейсің ба, тамақ жей аласыз ба деймін.
немесе қонаққа жегізе аласыз ба? Міне қонақ шақырып, міне керемет сендерге ас бердім. Ешкім жемейтін тамағын. Құрамында не жоқ? Тұз жоқ. Сол үшін жаңа свежий етің де, басқаң да бәрі жай болып қала береді. Оның құрамында тұз болмаған кезде. Сол сияқты баланың бойында имандылық, руханият, жаңағыдай адамгершілік нәрсені балаға да қосып берілмесе, бала кезінен бастап, ол баланың жаңағыдай бассейнде жүзгені, шахмат ойнағанның бәрі адырам қалады ертең. Мысалға, ертең сол шахмат ойнаған миын, қабілетін, ол ертең жаман жаққа қолданып жатыр деймін да балалар. Неге коррупционерлер коррупциямен ұсталып қалып жатыр? Қарасаң мықты балалар. Шетелде оқып келгендер бар ішінде болашақ бағдарламасымен. Үлкен мансапқа жеткен адамдар. Бірақ сотталып кетіп жатыр ғой балалар. Неге? Өйткені олар сол шахматпен ойнаған миын олар жаман жаққа қолданып кетті деймін да. Бірақ түбінде бәрі заң бұзушылығы ұсталып қалып жатыр ол балалар. Сондай олар ойлады, қайтсам сол білінбейтіндей қылып жымқырамын қазір. Қайтсам сол білінбейтіндей қылып кетем бәрін, заңға қайрамай шығылмайтындай қыламын деп миын сондайға дамытқан деймін де бала ол. Мына жақта параллель екінші бала бар. Жаңағыдай бассейнге де барған, ол шахматты да ойнаған, бірақ ұстазымен, имаммен ол имандық дәрісті алған бала деймін. А ол миын ондай жымқыруға, біреудің хаққысына кіруді ойламайды ол бала. Ол қайтсам ол қоғамға пайдам тигізем, қайтсам осы халыққа бір пайдалы нәрсе ойлап табайын, өзім мамандығым бойынша қандай үлес қоса аламын мен қоғамға. Ондай азаматтар да бар. Алла өмір берсін оларға да. Екеуін де әке тәрбиеледі деймін. Екеуін де екі әке, бірақ екеуінің ұстамдығы екі түрлі болғанда әкенің. Сол үшін жаңа айтып жатқанымыз, бала ол мамандардың айтуынша мынау тал шыбық дейді ғой, бірінші шыбық. Кішкене тал еккен кезде шыбық болып тұрады ол. Оны ертең қалай өсіресің, солай иіліп кете береді екен бала. Сол үшін баланың жаңа кішкентай кезінен бастап имандылық несін содан бастау керек әңгімені, адамгершілік сөздерден қалыптасады. Кейін мектепте жаңағы ұстаздарды құрметтеп, баланы құрметтеуді үйрету керек. Ешқашан ұстазға қарсы келме, ешқашан ұстазға сөз қайтарма, ешқашан ұстаздың бетінен келме. Не айтса да ұстаздікі дұрыс. Бір қағиданы үйретіп қойып та баланың миына. Және ол ең қызығы, бұл ұрпақтан ұрпаққа жалғасады иншалла. Өйткені әкенің ұстамдылығы балаға өтті. Әкенің тазалығы балаға өтті. Баладан ертең балаға өтеді. Ертең ол да әкенің жолын қайталайды ғой. Ол да ертең отбасы құрады. Ол да бала шағалы болады ертең. Мен әкем баяғыда бізге осыны тәрбие берген еді. Әкем осында ұстамдылығы болған менде. Балам бергел деп, ол да өзінің баласына дәл сол нәрсені. Осылай да. Сол үшін жаңа айтып жатқандай бұл бала мәселесі, жаңа айтқандай жай нәрсе емес. Бұл және бір сұхбатпен ғана айта салатын мәселе емес. Соның былайша айтқанда бір 100-ден бір қырын ғана айтқан шығармыз қазір осы сұхбатымызда. Бүгінгі тақырыбымыз сол жайында болды. Демек, биыл мектеп бітірген балалар, Алла сәттілігін берсін. Жоғары оқуларына өздері таңдап жақсы көрген салаларына түсулеріне тілектеспіз. Бірақ жаңағыдай ата-аналарды біз айтылған, қазір біз айтқан жалпы осы қағидаларды ескерсе екен, айтқымыз келген сол. Субханак астағфирука ва атубу илейк.